Жігіттерге ұнайтын, бірақ басқаларға байқала қоймайтын қыздардың бет әлпетіндегі алтын нәрсе. Бәріне сәлем менің құрбыларым. Сендермен әрдайым сүйікті интернет достарың Санжар Айдар. Көп қыздар негізі жігіттер тек кеуде мен жамбасқа ғана қарайды. Олар үлкен болса болды, өмір сонысымен керемет. Ал олар болмай қалса, енді барлық адамға бірдей бақытты болу жазылмаған шығар. Одан қалса, қыздың өзінің басқа ерекшеліктері болса, мысал ретінде меңі мен секпілдері, яғни веснушки, онда сол қыз олардан барынша тез уақытта құтылуға тырысады. Неге екен? Тура осыны талқылау үшін мен бұл видеоны түсіруді шештім. Дайынсың ба? Онда кеттік. Біріншісі меңдер. Кейбір қыздарға белгісіз себептермен өз меңдері ұнамай жатады. Мүмкін олардан ұялған болар, және олар жігіттерге ұнамай қояды деген оймен. Сөйтіп меңдерден кез келген амалмен барынша тез уақытта құтылуға асығады. Өз денсаулығына зиян келтірсе де, бірақ олай жасаудан керегі жоқ. Себебі тура сол меңдер қыздың ерекше және қайталанбас тұлға екенін көрсетіп жатады. Және осыған байланысты қызық оқиға да бар. Америкадағы бір кішкентай қыздың бетінде меңі болатын. Барлығы оның үстіне күліп мазақ ететін. Ал уақыт өте келе, оның тура сол фишкасы қызды супермодельдікке әкелген болатын. Кім ойлаған? Сол үшін егер сенің бетінде немесе денеңде меңдер болса, оларды жасырып қажет емес. Себебі бұл қайта өте әдемі көрінуі мүмкін. Видеоларым саған пайдалы болып жатқанына өте қатты қуаныштымын. Сол үшін дәл қазір лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Ал біз жалғастырамыз. Екінші, жалаң аяқ. Қыз жалаң аяқ болса, жігіт одан көзін ала алмай қалуы мүмкін. Себебі егер сендер паркте немесе жағалауда қыдырып жүрсеңдер, сенің әдемі аяқтарың мен сәнді педикюрің көп адамды тәнті ете алады. Жігіттер тек кеуде мен жамбас тұсына қарайды деп ойласаңдар, онда қателесесіңдер. Қыздың ұқыпты келген аяқтары мен қолдарына қарайтын жігіттер де баршылық. Үшінші, сұлу шаштар. Жігіттердің жүректерін тезірек соғуға апаратын тағы да бір қызық нәрсе, бұл қыздың сұлу шаштары. Бірақ мен саған жігітіңмен кездескен сайын шашыңды кептірмей баруың керек демеймін. Оның арнайы әдістері болады. Мысалы, жаңбырлы күн болып қалса дегендей. Сұлу шаштар романтикалық атмосфераны да қалыптастырады. Әсіресе ерлерге арналған әр журналда сұлу шашпен жатқан қыздардың кейіптері қайдан жүр? Төртінші, секпілдер, веснушки. Әр ортада міндетті түрде секпілдері бар бір қыз болады. Және егер ол секпілдерді дұрыс көрмесе, онда олардан тезірек құтылуға тырысып жатады. Басында бұл түрлі маскалар мен тональды кремдерден басталады. Ал кейін ол мамандардың қызметтеріне де жүгіну мүмкін. Бірақ мен айтушы едім, негізінде жігіттерге секпілдері бетінде және иықтарында көрінетін сүйкімді қыздар қатты ұнайды. Себебі сол бір секпілдер жастық шақ пен шынайылық белгісі ретінде танылған. Сол үшін қайта олардан құтылмай секпілдерді жігітті қарату үшін тиімді пайдалануға болады. Бесінші, беттегі минимум бояу. Мысалы, бұрын қыздар тоналканың 100 қабатын беттеріне жақпайынша далаға шықпайтын, бірақ бұл кездерде өтіп, қазір шынайы әдемілік трендке айналды. Көп жігіттер қыздың бетіндегі тонна косметикасы болмаған кезде ғана оны өте тартымды етіп санап жатады. Егер сен бояуды өте көп әрі ұқыпсыз жағатын болсаң, онда бұл жігітті сенен тек итеріп жібереді. Сөйтіп уақыт өте келе, мысалы таңертең сен оның барлығын кетіретін болсаң, онда жігіт сені танымай қалуы да мүмкін. Ал бұл саған керек пе? Өте аз бояу жігіт көзінде сені шынайы әрі таза, тартымды етіп көрсетеді. Онымен қоса, жігіт сені шынымен жақсы көретін болса, онда сені кез келген кейпінде қабылдайтын болады. Алтыншы, таңғы керілу. Әр жігіт үшін енді ғана ұйқыдан оянған қыз өте сүйкімді жаратылыс ретінде көзге көрінеді. Мен бұл жерде қыз әлі де ұйқылау болып, енді ғана көздерін ашып, бір қызық етіп келіп бастаған кездерді айтамын. Ол кезде сен ішкі киімде немесе пижамада болсаң да маңызды емес. Себебі бұл әрекеттер өте сүйкімді көрінеді. Осындай сәттерде жігіттің ойын бір нәзіктік толқыны шарпып, ол қыздың қасына жатып, оны құшақтап алып сүйгісі келеді.
Ал бүгінге осы видеода айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, онда дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда комментарийге жаз. Мен міндетті түрде оқып жауап беремін. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.